6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Хайди. Көңілдерге жүретін жарқын ойнап күлетін Хайди. Мекен әлбі жотасы, мақтанышы атасы Хайди. Хайди, айналайын еркем Хайди. Ерке тотай көркем тәтті қыз кім Хайди. Жақсы қыз кім Хайди. Жақсы қыз кім Хайди. Атасы тауда құлағаннан кейін әлсіреп, есінен танып қалды. Сөйтіп өзіне ғана емес, Хайдиге де қауіп төндірді. Хайди! Атам Хайдиді шығара алмай жатыр! Ұстадым! Ақырында қария Франкфурттағы дәрігерге қаралатын болды. Ауырғанымды жасырам деп сағанда қауіп төндірдім. Қызым, Хайди атасын жалғыз жібергісі келмеді. Пойыздың ішінен шыға келіп, оны таң қалдырды. Сізбен Франкфуртқа барам. Сіз сауығып кеткенде бірге қайтып келеміз. Бәрі жақсы болады. Ата, бәрі жақсы болады. таңдау. Шу, жануар! 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Сол аяғыңмен тұр, Клара. Оң қолыңды көтер. Ай, кешіріңіз, Линке бикеш. Басқа нәрсе ойлап тұрған сияқтысың. Сізге не болды? Жоқ, Хайдиді ойлап кеттім. Ол бүгін келеді. Хайди, таудағы құрбың ба? Иә, атасы екеуі келеді. Себастьян оларды бекеттен күтіп алады. Дұрыс. Бастаймыз ба? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Шу! Тоқта. Эрнст мырза, біз үйге Рахмет, Себастьян. келдік. Болыңыз, ата. Қандай керемет. Хайди, күнім. Деді тәрде. Қош келдің, жаным. Рахмет, Себастьян. Оқас жоқ, Эрнст мырза. Кішкентай Хайдиім. Қане, жануар, ат қораға кеттік. Майыр мырза, Қайта жүздескенімізге қуаныштымын, бикеш. амансыз ба? Франкфуртқа қош келдіңіздер, бірақ... Бекеш сіздерді көрмегелі көп болды. Сәлем, Аделаида. Амансыз ба, көке? Сәлем дейді. Сендерді көріп қуанып тұрмын. Мен де қуанып тұрмын, көке. Жүріңіздер үйге кірейік. Бүгін күн суық. Мен кофе мен ыстық шоколад әзірлейін. Қараңыз, ата. Анау кітапхана. Ал анау музыка бөлмес. Ол өте үлкен бөлме. Үйлерің сондай керемет. Иә, Сезман мырза сіздерді жақсылап қарсы алуымызды тапсырған болатын. оған алғысымыз шексіз. Хайди, ата, Клара. Сен мен жүздескеніме қуаныштымын. мен де қымбатты досым. Сен би үйреніп жүрсің бе? Иә, билеп көрсетем. Әуелі атаңмен сәлемдесейін. Клара, кішкентай бейші, қандай керемет. Шынында да. Майер мырза, Сезман мырза сізді қарайтын Бекмен дәргерді шақырды. Дәргер музыка бөлмесінде күтіп отыр. Бәкмен дәрігер шақсатам, қазір көресіз. Дәрігерге өзім ғана баруым керек, Хайди. Неге? Өйткені өзіме сол ыңғайлы болады. Ал сен Кларамен ойнай тұр. Иә, жүр Хайди. Сені би мұғалімі Сюзанмен таныстырам. Көресің, ол керемет адам. Жүріңіз. Бекмен дәргер, Майер мырзамен танысып қойыңыз. Ол Хайдидің атасы. Майер мырза, бұл Бекмен дәргер. Жүрсеңші. Келе жатырмын. Мен шығып кетейін, мырзалар. Көп рахмет, бикеш. Өзіңіз жайлы көп естідім, майор мырза. Сізбен танысқаныма қуаныштымын. Келіңіз. Мен де дәрігер. Сүйікті тауына оралуға Хайдиге рұқсат бергеніңіз үшін алғысым шексіз. Рахмет сізге. Бұл өз парызым. Алмаған келсек, мені қарауға тез келгеніңізге рахмет. Оқас жоқ. Сонымен, қай жеріңіз ауырады, мырза? Кешіріңіз, дәрігер.
бұл жақсырақ. Біздің Франкфуртқа келген себебіміз осы. Дәрігер атаңды тез емдеп жазса екен. Көп рахмет, Ленке Бикеш, мен де соны тілеймін. Ал оған дейін бірер би қимылын үйренесің бе? Иә, Қалай ойлайсың, Хайди? қолымнан келе ме білмеймін. Билей аласың, қиын түгі жоқ. Би билегенде бар қиындықты ұмытасың. Тыныс алыңыз, сосын деміңізді шығарыңыз, майыр мырза. Түсінікті. Жағдайым қалай екен, дәрігер? Құлағанда сіңген жеріңіз жұлынды басып тұр. Бұл қауіпті ме? Содан басыңыз айналып, естен танып жүрсіз. Қандай ұсынысыңыз бар, дәрігер? Дәрі-дәрмек бар ма? Ондай дәрі жоқ. Майыр мырза, сізге тезірек ота жасауым керек. А? Ота? Жоқ, болмайды. Бірақ мырза, қазір ота жасау ісі дамыған. Мырза, Менің жасымдағы адамның отадан оянбай немесе жарымжан боп қалуы мүмкін. керісінше, ісікті алмасақ сондай жағдайға ұшырайсыз. Мырза, Жоқ, мен ота жасатпайым. Сізден кейін шығайын, дәрігер. 1, 2, 3, 4. Енді шетке бұрадым. Аттаңдар. Атам шықты. келем десеңіз әрдайым есігім ашық. Қайтсеңіз де емделуіңіз керек, майыр мырза. Кез келген адам ота жасатудан қорқады, бірақ сіздің басқа амалыңыз жоқ. Сізге тездетіп ота жасау керек. Көп рахмет, алайда менің шешімім осы. Ертең Дөрфлиге қайтам. Сау болыңыз, дәрігер. Олай болса кездескенше, майыр мырза. Рахмет, Себастьян. Сау болыңыз. Сау болыңыз, дәрігер. Ата, неге Бэтмен дәрігер тыңдап, ота жасатпайсыз? Өйткені бұл аса қажет емес. Дәрігері қажет деп ойлайтын сияқты ғой. Жоқ, жаңсақ естігенсің ғой. Не естігенді анық білемін, ата. Жұмыстарыңыз бітті ме? Диті кітапханаға су әкеп береді. Әлденіп алыңыздар. Жақсы, рахмет. Алыс жолдан келдік. Иә, білем ғой. Бэтмен дәрігер, тоқтай тұрыңызшы. Хайди, келе ғой. Сәлеметсіз бе, дәрігер? Мына соқта сырт киімсіз шыққаның не? Атам жайлы сұрайын дегем. Бірақ бұл құпия мәлімет қой. Өтінемін. Атаңа ота жасау керек, өзі көнбей жатыр. Неге? Бұл қауіпті ме? Күрделі ота екені рас. Иә. Бірақ жол апатына ұшыраған кішкене қызға жасаған отам сәтті өтті. Тәуір болғаннан кейін ауруын мүлде ұмытып, денсаулығы қалпына келді. Бәрі жақсы. Ол қыздың қайта тұратынын білесіз бе? Фриданың ба? Ол бір жетім қыз. Соңғы рет барған соң қайда кеткенін білмеймін. Қане, тезірек жылы үйге кір. Суық тигізіп алма. Қане. Дұрыс айтасыз, дәрігер. Сау болыңыз. Кездескенше. Хайди, қайда болдың? Қонақ бөлмеге кіріп шай ішейік. Қайда болғанды айтам. Серуендеп келеміз бе? Ауа райы керемет болып тұр. Рахмет. Музыка бөлмесіндегі бір орындықтың аяғы сыныпты. Соны жөндеп берейін. Дем алатын кезіңіз болам өзі. Хайди қаларлап келейікші дейді. Баруға рұқсат бар отын мейір бекеш. Иә, рұқсат. Тегеге ерте келетін болыңдар. Және тым алысқа ұзап кетпеңдер. Жылы киініп шығыңдар, көшеден өткенде күйме басып кетпесін. Абай болыңдар. Сонда атаң ота жасатудан қорқа ма? Қорққанын мойындамайды, білесің ғой. Ал Фрида деген қыз отаның сәт өткен айтса, атам келісуі әбден мүмкін. Ол қызы тапсақ те, Франкфурт үлкен қала ғой. Бізге Руди көмектесетін шығар. Оны әлі көріп тұрасың ба? Иә, әрине, дұрыс айттың, ол бәрін таниды. Онда тезірек барайық. Әуен үшін ханымдар мен мырзалар, керемет әуен үшін бір тиын берсеңіздер. Руди!
мәссаған, Хайди. Сені көргеніме қуаныштымын. Мен де. Клара ханшайым, сізді көру зор құрмет. Маған да солай. Қымбатты Руди. Айта беріңдер, қандай көмегің керек? Руди, Хайдиге көмек керек. Солай ма? Қалай көмектесе алам? Рахмет, Руди. Фрида деген жетім қызды іздеп жүрміз. Фрида? Ескі қалада алма сататын Фриданы білем. Біз деп жүрген қыз жол апатына ұшыраған. Сол ғой. Ханымы отадан кейін бірден жұмысқа салып қойған болатын. Оның қайда тұратын білесің бе? Әрине, аспабымды алайын. Бірге барамыз. Рахмет, Руди. Әйнекші. Қандай әдемі. Ей, тоқтаңдар. Ол осында, баспалтақтың астында. Қане, бол. Орындарыңа барыңдар. Себеттерің бос. Қалталарың толы болмаса, келуші болмаңдар. Қане, тездет. Бұл иесі, Декер ханым. Ол осы көшедегі жетім балаларды басқаратын сұлым әйел. Балаларға қамқор болғансып жүріп, оларды жұмысқа салады. Иә, олар сол әйелге жұмыс істейді. Фрида, келесің бе жоқ па? Міне, келдім, Декер ханым. Әне, Фрида осы. Бос сенделетін уақыт жоқ, сұлуым. Қане қымбатты, мен болмаса 30 алма сатпай келуші болма. Бір күнде сонша алманы қалай сатам? Еңбектенсең сатасың. Жалқау неме? Кеше 24 алма саттым, қымбатқанша жұмыс істедім. Не дейді? Ең кемі 30 алма деймін. 30. Мынаны қара, біреулер ақша сұрап тағы хат жазыпты. Ульрихті қайтадан көргің келе ме жоқ па? Көргім келеді. Онда барып жұмыс істе. Сәлем, Фрида. Мені ұмытқан жоқсың ба? Алаңдар мейлі аспапта ойнаймын. Рудисың ғой, я? Дәл өзімін. Неге келдің? Хайди досым, сенімен сөйлессем дейді. Сәлем, Фрида. Саған жасалған отаны атамда жасату керек. Өзі көнбей жатыр. Сәтсіз өтеме деп қорқат. Атаға барып отаңның сәтті өткенін көрсет аласың ба? Ренжімеңдер, уақытым жоқ. Кешке дейін 30 алма сатпасам кішкентайыным Ульрихті көре алмай қаламын. Кешіріңдер. Ханымның көрсеткен хаты үшін бе? Иә, Ульрихті бағып алған адамдар ақша сұрап жатыр екен. Бермесек інімді далада қалдырады. Бірақ Декер ханым айт, біраз ақша жинасам, ол барып інімді осында келеді. Ренжімеңдер, менің кетуім керек. Фрида, алмаңды сат берсек, сен атама барасың ба? Айтшы. Бәрі сатушы емес екендеріңді біліп қояды ғой. Тәтті алма алыңыздар. Тәтті алма. Қане, кім тәтті алма алады? Мырза. Мына дәмі тіл үйретін алмаға қараңызшы. Кет, шәрі кішкентай арам тамақ. Не деді? Алма ұсынғаным үшін маған арам тамақ деді ме? Солай ма? Осындай адамдар өте көп. Көшедегі өмір өте ауыр, Хайди. Маған аспабыңды берші. Алсаң ал. Жақсы. Алманы қай жерде сатушы едің? Ана жерде. Жарайды, кеттік онда. Әуен мен алма, ханымдар мен мырзалар. Алманмен керемет әуенге бірақ төлейсіздер. Рахмет, Бекеш. Тиын берсеңіз, досым тәтті алма ұсынады. Алыңыздар. Рахмет, ханым. Мен алманы бұлай тез сатып көрмеппін. Бәрін сатып болғанша жұмыс істейміз. Фрида, енді атаммен сөйлесуге барасың ба? Мен өтінем, жүрші. Мен сенімен барам. Иә, жарайды. Бірақ алма сатып тұрғандарыңды Декер ханым көрмесін. Бұл соның жері. Алманы бақталастарына, яғни дұшпандарына сатты деп ойлайды. Ей, алаңдама. Өте мұқият боламыз. Рахмет, Фрида. Сосын осында келеміз. Қане, Хайди, жұмыс істейік.
Әуен тыңдап, алма жеп, қуаныңыз, мырза. Мінекей, Одан да ыстық талшын сатыңдар, қыздар. Мына соқта кім алма жейді? әуен тыңдап, алма жеңіздер. Ханымдар мен мырзалар. Алма мен керемет әуенге бірақ төлейсіздер. Ей, есікті қызметші Себастьян ашсын деп біле. Кешіріңдер, бүгін көше балаларына көмектесіп қойғанбыз. Біз қайыр сұрауға келген жоқпыз. Біз әлгі Хайди бізге сеніп қалды. Оның үмітін ақтайық. Тағы есік қақ көрейік. Маған бұрай келді. Жүр. Жүр. Ханымдар мен мырзалар, аздаған ақша төлеп, әуен тыңдап, алма жеңіздер. 9 алма ғана саттық. Бұл аз. Басқа малын табу керек. Әрине, бірақ не істейміз? Сен билесең болады. Шынымен бе? Әрине, қане билеп көрш, өтінем. Е, солай ғой. О, мәссаған. Қандай керемет. Керемет. Қандай керемет. О, Керемет. Мәссаған. О. Хм. Хм. О. Қабырғада кілт жасырып отырған қайдан білдің? Кейде Клара екеуміз кездесіп тұрамыз. Мен де сіз сияқты шебер болсам ғой, Эрнст мырза. Ағаш жона алмайым, аяқ киім тазалап жүрмін. Роты мейірбекеш үй иесінің аяқ киімін мұқият тазалатады. Түсінбедім, сендер кімсіңдер, балалар? Сәлеметсіз бе, мырза? Сіз Хайдидің атасыз ба? Оған бірдеңе болды ма? Жоқ, оған ештеңе болған жоқ, алаңдамаңыз. Бізді Хайди жіберді. Не үшін? Хайди мұнда келіп, сізбен сөйлесуімді өтінді. Мен бе? Рас айтам, Декер ханым. Мен оларды танымаймын. Не, менің жерінде белгісі сатушылар жүр ме? Мынаны ал, қазір келем. 11, 12, 13 франк. Алманың бәрін сатып болдық. Ойымыз жүзеге асқан сияқты. Руди мен Фрида атама жолықс екен. Қазір келіп қалар. Қап, Хайди, абайла. Жүр, қашып кетейік. Хей, тоқтаңдар. Бері келіңдер. Анау Декер ханым ғой. Екі қыз ұсталса бәлеге қалады. Аспағыма қарай тұр, қазір келем. Жүр, Клара, бол. Тоқташ, Хайди. Ары қарай жүгіре алмаймын. Өтінемін, Клара. Рас жүгірсек болды, әйтпесе Декер ханым ұстап алады. Сәл демалып алайыншы, өтінем. Жүрші. Өтінем. Екеуіңді тауып алам, ұрылар. Осыдан көресіңдер. Менің жерімде алма сатқанның қалай болатынын көрсетемін. Құтылам деп ойламаңдар. Демалдың ба? Жүгіре аласың ба? Тыныш. Хайди, Клара, біз мұндамыз. Руди, неге шатырға шығып алдың? Тыныш. Тыңдаңдар, ханымнан қалай құтылатындарыңды білем. Оң жақтағы бірінші көшеге бұрылыңдар. Жарай! Менен жасырын алмайсыңдар. Құтылмайсыңдар. Дайынсың ба, Клара? Кеттік. Мұнды кенсіңдер ғой бұзақлар. Қолыма түсерсіңдер бәлем. Бұдан бұлай мұнда келуші болмаңдар. Рахмет, Руди.
Роди. Сен кереметсің. Оқашы, қыздар. Себетіңді ал, Фрида. Алманың бәрін саттыңдар ма? Иә, уәдемізде тұрдық. Рахмет, Хайди. Рахмет, Клара. Сендердің арқаларыңда жақында інімді көруім мүмкін. Және бүгін біраз демаласың. Атам не деді? Бірдеңе айтты ма? Ол әңгімем тыңдады, бірақ райынан қайтты ма білмеймін. Рахмет, Фрида. Бұл жақсылығыңды ұмытпаймын. Мұнда тым ұзақ жүрмеңдер, қыздар. Қазір Декер ханым келіп қалуы мүмкін. Иә, тезірек барыңдар. Сау болыңдар, қыздар. Тағы да жүздесейік. Кездескенше. Сау бол, Фрида. Сонымен, қалай ойлайсыз, Бикеш? Орындық енді ыңғайлы болды ма? Нағы шебер екенсіз, Майер мырза. Сәлеметсіздер ме? Біз келдік. Жақсы. Тоңып қалған жоқсыңдар ма? Сендерге ыстық шоколад әзірлейін. Сізге көмектесіп жіберейін, Бикеш. Не деген қырсық қызсың? Дегеніңе жеттің. Ота жасатасыз ба? Бұдан кішкентай Фрида қорқпаған болса, мен неге қорқуым керек? Ата, қатты қуанып тұрмын. Таңертең Бекмен дәрігерге барып қараламын. Уайымдама, жарай ма? Рахмет, ата. Жоқ, қайта саған рахмет, кішкентай Хайдиім. Әне, көрдің бе? Анау жеті қарақшы шоқ жұлдызы. О, жұлдыз ақты. Тілегімізді айтайық. Жарайды. Мен Фрида інісін тапса екен деп тілеймін. Мен де. Енді бұл тілегіміз орындалатын шығар. Фильм Қазақстан ұлттық телеарнасында аударылып дыбысталды. 2020 жыл.